Сәлем! Сіздермен бірге 91 және отбасы банк. Бүгін біз сізге ақшаны үнемдеуге арналған лайфхактар туралы айтып береміз. Қаржылық сауаттылық ол уақытты, шыдамдылықты және білімді қажет етеді. Бірақ ол қаржылық тұрақтылық пен қаржылық мақсаттарыңызға жету мүмкіндігі түрінде үлкен пайда әкелуі мүмкін. Сондықтан да ол ешқандай сізге бөгет болмайды. Уақыт үнемдеу, миыңызбен жұмыс істеу және шыдамдылық көптеген жақсылыққа келу мүмкін деген. Бірінші ол қаржылық мақсаттарды қойыңыз. Қаржылық тұрғыдан не нәрсеге қол жеткізгіңіз келеді, соны анықтап алыңыз. Бұл қысқа мерзімді мақсаттар болуы мүмкін, мысалы демалыс, немесе басқа бір зат алу, немесе ұзақ мерзімді талап ететін мақсаттар. Мысалға біз сияқты пәтер алу. Отбасы банкта көп сіздерге сондай мүмкіндіктер бар, жинайтын депозиттер әртүрлі және әртүрлі программалар бар. Сол жерде өте ыңғайлы болады. Мысалға, ақшаны үнемдеу және қаржылық мақсаттарға ұзақ мерзімді талап етеді. Рахмет, Батырхан. Жалпы менің мына жерде айта кететін нәрсем ол төтенше жағдай қорын құруларыңыз керек. Ол күтпеген шығындар үшін шотқа біраз ақша салыңыз деген сөз. Бұл қор сіздің шығындарыңыздың кем дегенде 3-6 айын жабуы керек және тек төтенше жағдайда ғана пайдалануы керек. Мысал үшін Батырхан осының алдындағы біздің бейнесабақта бөлісіп кеткен өзінің жағдайы бойынша ол негізі ол төтенше жағдайға жиналған ақша болмаған, жай ғана өзінің жинап жүрген ақшасы болды. Қазір басқа мысал бар менде. Менің тісім ауырып жүр. Тісім ауырып жүргеннен кейін өткенде барып жұлып тастадым да, содан кейін біраз емдетуге қараған кездер бұл тіске имплант салу керек екен, біреуін жұлып тастады деген сияқты. Сондай шығындар мен күтпеген жерден шығып қалды. Сондықтан да мен жинап жүрген ақшамнан тағы да алып сол жерге жұмсайтын боламын. Бұл осы кеп тұрған тапсырманы, задача қалай болады? Бұл осы кеп тұрған мен өмірімдегі тапсырманы. Осы мен жинап жүрген, төтенше жағдайға жинап жүрген ақшам, осы келіп қалған тапсырманы бірден жауып тастауға және әрі қарай тез қозғала беруіме осындай мүмкіндік береді мысалға. Жалпы бір нәрсені білмеу қалыпты жағдай. Қаржыңызды өзіңіз реттей алмасаңыз, маманға барыңыз. Қаржылық кеңесшілерден кеңес алу. Егер сізде күрделі қаржылық сұрақтар болса, немесе негізгі қаржылық қадамдарды жоспарлап жатсаңыз, қаржылық кеңесшімен кеңесуді қарастырыңыз. Негізі ол өте пайдалы нәрсе. Біз көбінесе оған көп мән бермейміз. Қаржылық мамандар, қаржылық кеңесшілер жайлы. Бізге үнемі былай сияқты ғой, бізде ақша бар, біз оны қайда жарата аламыз, бірден-бірден мынаған жинап қоямыз деген сияқты. Ал ол кеңесшілер психологиялық тұрғыдан да сен қандай этаптан өтесің, соның бәрін біледі да, ертеден сізді дайындайды. Сол жинаған кезде сол қандай мақсатқа қанша ақша жинау керек, ол жолда сіз қандай сезімдермен өтесіз және қандай жағдайлар болып қалуы мүмкін, бәрін сізге нақтылап жазып беру мүмкін. Сондықтан да сіз әрбір болған ситуацияны күнделікті көріп жүрген сияқты кездесе аласыз. Объективті тұрғыда біле алатын боласыз және өзіңіздің ақша үнемдеуіңіз сіз үшін ол стресс болмайды, себебі сіз не үшін үнемдеп жүргеніңізді, нені қайда салып отқаныңызды толыққанды біліп отыратын боласыз. Сондықтан да артық сұрақтар мен артық уайымдардан да арылатын боласыз. Қаржылық маманға бару зашквар емес. Әрине. Мен бәріне кеңес бергім келеді. Қарыздан аулақ болыңыз. Ол үлкен қазіргі біздің халықтың қасіреті. Үлкен, өйткені барлығы қарыз алады, бәрі қарыз береді, сосын осымен осы жерде көп айналымда жүреді. Арамыз ажырап жатыр жалпы айтқанда. Осы заттың әсерінен адамдарда финанстық тоқтау жүріп қалады. Өйткені көздеп жүрген мақсатына байланысты қарыз беріп қойса, қарыз алып қойғанда тоқтап қалады, күтеді, андай пландау жүйесі бұзылады және де шұңқырға кіріп кетеді. Бұл негізгі жастарға да көп айтылатын зат. Достарыңыз сұрап, андай маған кредит алып берші, мен саған жауып тастаймын деген темалар болатын болса, там неше түрлі сақ болыңыздар, ойланыңыздар, сізді өздеріңіз тез тәрбиелеп алыңыздар, әйтпесе өмір сіздерді тәрбиелейді. Біз не жайында негізі айтып тұрғанымызды өте жақсы білеміз, себебі кезінде өте көп қарыздар алып, қарыздар беріп, қиналып жүрген кездерімізде болған. Қарыз алсаңыз абыройыңыз түседі, қарызға берсеңіз тағы да абыройыңыз түседі. Екі жақтан да ұтыласыз. Сол себептен
қарызды уақытылы қайтарсаңыз, бірақ абыройыңыз көтеріледі, ол достың сізге сенімі де көбейеді, болашақта достықтарыңыз жақсара жүреді. Және де енді ол қарызды енді мен әрине прям алмаңыз деп тұрған жоқ, бірақ өмірде егер де қажет болып қалса беретін адамыңыз болса әрине жақсы, бірақ өзіңізде бір көмек салатын болсаңыз ол да жақсы. Бірақ та бұл жерде жауапкершілік жатыр, ол сіздердің өздеріңіздің мойындарыңыздағы жауапкершілікті айтамыз. Сондықтан да несие карталарын және қарыздың басқа түрлерін қолдануды барынша азайтыңыз, тоқтатыңыз деп айтамын. Егер де сізде қарыз көп болса, оның өтеу жолын жоспарлаңыз. Ол қалай дегенде, ойлаңыз, 2 айдың ішінде, 1 айдың ішінде сіз төлей аласыз ба? Төлей алатын болсаңыз, оны қалай төлеймін, қай жерден сізге доход немесе ақша келеді деген сияқты, соның бәрі жоспарлау арқылы сіз біле аласыз. Енді оны өздеріңіз де бәріңіз білесіздер. Көбісі тақалған кезінде іздеп жүрмес үшін 1-2 айға запаспен алып қойсаңыз, егер де жоспарлайтын болсаңыз, өйткені ол сол кезде сізді кішкене жүрегіңізді тынышталдырады, және де 2 ай, 3 айдың ішінде сіз тағы да 4-5 айына іздеуге мүмкіндігіңіз болады. Сол себептен бұл жоспарлау сізді керек емес эмоция, стресс және андай басқа да бір проблемалардан аман алып қалады. Жоспарлау өте керемет зат. Сондай-ақ жаңа айтқандағыдай қарызға бермеңіз. Қарызға егер берсеңіз, оны жазып қойыңыз, ұмытып кетпес үшін. Бірақ енді ол өте сирек болады, бірақ алайда кейде болады, ұмытып кетесіздер. Сосын не сізде есіңізде жоқ, қайда ақша кеткеніңізді, не ол адам да сізге хабарласпайды, сөйтіп сіз өзіңіздің ақшаңыз бір ұрлап кетті деп жүресіздер. Сондай болмас үшін әрдайым жазып жүріңіздер. Қанша теңге алса да, қанша не қалса да, егер де сіз оны қарыз деп санайтын болсаңыз, егер де подарок қылып берсеңіз, туған күнге оны қарыз деп жазбаңыз. Ажыратып алыңыздар. Бұл тақырыптағы ең маңыздысының бірі, ұмытпаңыздар, ол жоқ деп айтып білу. Ол өте қиын. Қалай ол негізі? Искусство говорить нет. Оңай айта аласыңдар ма жоқ деп негізі адам? Ол тәжірибемен келді, шыны керек. Осыдан 2015-тегі азамат жоқ деген сөзді естімеген, білмегенде, иә деп бәріне уәде беріп, соңғы ақшасын беріп тастап, сосын өзі аш жүріп, сондай кезеңдерде болған. Жақында мен бір жақсы не естігем, жақсы бір сөйлем естігем. Жоқ, ол толыққанды сөйлем деген. Жоқ, ол толыққанды сөйлем дейді, нүктемен бітеді деген. Мәселе адам жай ғана өзара қарым-қатынасты бұзғысы келмейді, арада ақша тұрып қалғанын қаламайды. Сондықтан да қарызға бермеуге тырысады. Егер де бір көмегім тиетін болса, онда мен оданша былай көмектесіп көрейін деген сияқты оймен негізі көбісі жауап береді. Ал финанстық тәуелсіздікке сен бәрібір қарыз беру немесе қарыз алу арқылы қол жеткізе алмайсың, өкінішке орай немесе бақытқа орай ма. Бәрібір саған көп ойлану керек болады, әртүрлі заттарды көру керек болады, түсіну керек болады. Шыдам, уақыт, білім қажет ететін дүние. Немесе егер де өздеріңіздің достарыңыздың қандай адам екенін білгіңіз келсе, оларға қарыз беру арқылы олардың шынайы адамгершілігін және адами қасиеттерін біле аласыздар. Мен осылай өзімнің кезіндегі мектеп кезіндегі, мүмкін колледж кезіндегі достарымнан айырылып қалған болатын. Және де сіздерге айтар нем, бұл нәрсе менің өмірімді өзгертті. Және де ол достарым маған қарызын қайтара алмайтынын білген кезде мен ол адамдардың жауапкершілігі аз екенін байқап, мен өзімнің айналамды өзгертуім керек және өзімді де өзгертуім керек деген шешімге келдім. Мысалы, егер де сіздің мақсатыңыз пәтер немесе үй сатып алу болса, оған сізге жақсы отбасы банк көмектесе алады. Жоқ, егер де мүмкіндік болса, әр сіздің үнемдеген ақшаңыз, ол сіздің болашақ инвестиция ақшаңыз, үнемделген ақша. Ұялмай, барған жерден скидка сұрасаң, скидка берсе, скидкамен алуға тырысыңыз. Егер де мүмкіндік болып жатса, ол сақтап қалады да сіздің ақшаңызды. Соладан бір айдың ішінде бірнеше сумма жинап, оны сіз бір нәрсеге сала аласыз. Сол сияқты отбасы банкқа сала аласыз, депозитқа сала аласыз. Сол жерде ақшаңыз өсіп өніп, тағы да басқа жерге жаратуға болады. Мен жақында қазір осы үнемдеу жайлы бір оқиға болды. Таксиде кетіп бара жатқанмын. Мен негізі комфорт плюспен жүремін да. Ол тым қымбат болып кетті. Бір эконом шақырып, экономмен барған ғой. Сол кездері жүргізуші аға көріп қалды да, сен 91-дағы емессің ба деп. Сосын иә деп әңгімелесіп жатырмыз, сендер бай емессіңдер ма дейді. Қалай сен экономмен жүреді екенсіңдер ғой дейді. Мен тіке айттым, иә деп, типа бұл жерде ұялатын ештеңе жоқ қой. Ол да таңғалып отыр да, қалай сендер әншісіңдер, байсыңдар, қалай экономмен жүресіңдер деген сияқты. Біз әнші болсақ та, енді ақшам болса да, мен оны ешқашан ұмытпаймын. Егер тым қымбат болып баратса, әрине үнемдеу жағын қарастырамын.
меніңше бұл ешқандай да бала айтпақшы зашквар емес. Бүкіл киноларды қарасаңыздар барлық жерде сол байлардың көріністері бірдей. Экономить біледі, жақсы экономикамен мықты не алады. Олар тиынды дұрысынан орнына қойып біледі, қай кезде қалай істеу керек екенін біледі. Сол арқылы олар өзінің байлығын сақтап қалады. Эстің әңгімесінен есіме түсіп кетті да, скидка болса міндетті түрде қолданыңыздар. Әзірге дейін көп жаңағыдай бір жерде бір сатылымда скидка болса, бізге азамат келеді айтады, мына жерде скидка болады екен, мен сол жерден барып киіп алып қоятамын. Есінде болса, мен 2015 жылдан бастап негізі көп уақыттар сондай өзім үшін бір нәрсе мақсат болса, менде алуға ұнап тұр да, бірақ оның кезеңі қазір қатты қымбат болып тұр. Мен оны күтетін немесе оның бір возможностьтарын іздейтін. Мысалға, бір киім ұнап қалды маған бір рет. Мен оны алғым келеді. Сосын скидка уақытын күттім. Бірақ оған дейін оны киімді бір күн бұрын, 2 күн бұрын броньдап қойдым, бермеңізші деп. Сосын одан кейін өзінің берілетін скидкасы бар, мысалы, сол киімге берілетін бір 40% скидкасы болды. Сосын одан бөлек сол киімге дағы берілетін тағы басқа скидка алуға болады. Егер де бір сол магазинге барып 3-4 киімді өткізсең, саған мынандай 15% деген скидка береді. Ол киімдерді олар оказывается өңдейді екен де, басқа киім жасайды екен. Сол себептен сол 15%-ның үстіне жаңа 40, үстіне 15%, оның үстіне тағы сотрудниктардың арнасынан сұрап 80-90% жасап, мен бір рет шыны керек бір 20 киімді, 15-20 киімді бардым да, общий санаған кезінде 85-88% скидкамен сонда бар жоқ 40 000 теңгеге 400 000 киімін алып кеткен кездерім болған. Соны алып алып, сосын сапасы идеал, күштік. Енді ол өзі есімде, ол кезде қызық болып өзім үшін сондай болған кездер. Ол кезде енді ақша да аз болды, бірақ соның өзінде де ол кезде үлкен челлендж болды, ондай киімдерді алуым керек. Осындай тәжірибемен балдарда өздері көп таныс. Қазір кез келген жерге барып бір кафеде отыратын болсақ, отырып қалған болсақ, немесе жаңағыдай бір киім алатын болсақ, міндетті түрде естен бірінші сұраймыз, сізде скидочный карта бар ма осы жерден деп, міндетті түрде шығады бірдеңе әйтеуір. Сол сияқты біздің бір плюстарымыз балдардың әрқайсысы әр жерде жүріп өздеріне скидка алып алғанда біз сол скидканы ортақ қолдана береміз. Бірімізден баладан басқа бала сияқты болма демек. Азамат, бізді қарап отқан жүгірмектер, яғни балақайларға не айтасың, егер де олар мысалы бір ойын-сауық орталығына барып киім сатып алғысы келіп, маған осы киімді 2-3 күнге сақтап қойыңызшы деген кезде консультант тұрып қуасың ба, сенгімсің десе, сіз айтасыз, бүгін кешке алып кетемін дейсіз, шкафқа салып қой дейсіз. Сосын олар шкафта тұра береді да, ол киім, сосын бірнеше уақыттан олар шығарып қайтып қояды да, ол киімді, сосын ертеңгі күні қайттан барасың, тағы айтасың, сөйтіп қойдырта бересің. Сөйтіп 2 күнге 3 күнге салдыртып аласың. Бірақ оның ақшаң бәрі жолға кетіп қалды. Бірақ енді шыны керек, ондайға жеткізбеңіз. Мүмкіндік болса сол скидка күні болған таңғы сағат 8-де барғаныңызда бірінші болып кіріп алып кетіңіз. Негізі сондай өте қатты бізде мүмкіндіктер туады. Сол кезде жақсылап тұрып киімдерді алып қалыңыздар. Негізі киімнен бөлек бүкіл жерде сондай оқу білім іздесеңіздер де, қандай да болсын өзіңізге қажетті дегенде білім өсіретін, өндіретін деген сияқты заттардың барлығында скидка іздеңіздер. Тамақтан басқа. Тамақта скидка қатты іздемеңіздер. Қатты скидка тамақ жеп қойып, сосын ертең күні мүлдем тамақ жей алмай қалып жүрмеңіз. Жалпы сол негізінде үнемдеу деген нәрсеге мен қазір өзімнен өзім үшін бірдеңеден бас тартып жатырмын, немесе қазір өзіме үнемдеп жатырмын деп қарамаған жөн. Мен болашаққа инвестиция істеп жатырмын деп қараған негізі жақсырақ болады, өзіңізге кішкене сол жылырақ сезім беретін болады. Біз отбасы банк подкастында отырмыз ғой, сондықтан да тағы айтып кетейік, сол үнемдеген затыңызды елестетіңіздер, отбасыға салып, болашақ пәтеріңізге салып отыра берсеңіз, сіз байқамай қаласыз қай уақытта сізде қомақты сома жиналып қалған, және де сіз ол депозит арқылы қандай өзіңіздің армандаған пәтеріңізге жете аласыз. Қандай да, еще банктың аты сондай да, сен банкқа инвестиция істеп жатқан жоқсың да, сен отбасыңа инвестиция істеп жатсың. Әрине, шынымен ғой, иә. Кәдімгідей шынайы өзіңнің отбасыңа негізінде. Мен деген сөздер сол үшін егер өзіңіздің болашақты, отбасыңызды және бір кішкене стабильность деген сияқты нәрсе жайында ойланатын болсаңыздар, бұл сіздер үшін керемет нұсқа. Ал біз негізі өзіміздің челленджімізді әлі жалғастырудамыз. Егер естеріңізде болса, біздің челлендж бар, #91 отбасы деген TikTokта. Ол челлендждің негізгі мән мағынасы, сіз мақсат қоясыз, сол мақсатқа ақша жинайсыз, және сол ақша жинап жүрген жолыңызбен
видео арқылы бәрімізбен бөлісесіз. Сол хэштегті қою арқылы, 91 отбасы хэштегін қою арқылы барлығымыз сол видеоларды көре алатын боламыз. Ал біздің жалпы негізгі мына жердегі бүкіл естіген әңгімеміз сіздерге өткен болса, ұнаған болса, келісетін болсаңыз немесе келіспейтін болсаңыз, кез келген өзіңіздің эмоцияларыңыз, ойларыңызды пікірде қалдыра аласыздар. Ең қызықты пікірлер, ең қызықты сұрақтар, солардың арасынан біз таңдап аламыз да, кейін басқа біздің шығарылымда сізбен бетпе-бет кездесіп, немесе видео арқылы сөйлесіп, тіке сұрағыңызға жауап беруге тырысамыз. Сол жалпы негізі бізде бүгінгі тақырып осындай болды. Жігіттермен барынша талқылауға тырыстық, өзіміздің деңгейде, әрине. Біз ешқандай да финанстық кеңесші емес, біз өзімізге де ондай адамдар қажет, сіздерге де сондай адамдарды жалпы кеңес береміз, ондай адамдарға хабарласуды. Сіздермен бірге болған 91 және отбасы банк алдағы шығарылымдарда көріскенше сау.